Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында гриль дайындаймыз. Бізге екі түрлі маринад керек. Біріншісін дайындаймыз. Ең біріншісіне бізде май саламыз. Чеснокты сақтап тұрап чеснок саламыз. Және тұз саламыз. Және паприка саламыз. Осы заттарды жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді екінші маринадымызды дайындаймыз. Майонез. Оған чеснок саламыз. Ұсақтап. Бұршымызды саламыз. Және жарты лимон шырынын осылай сығып қосамыз. Осы заттардың барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Екі түрлі маринадымыз дайын. Енді тауықтың етінен терісін ажыратып аламыз. Терісін жыртып алмауымыз қажет. Осылай ажыратып. Ажыратып болғаннан кейін пышақтың көмегімен немесе шанышқымен етімізді тесіп шығамыз. Бұл бізде қазір маринадымыз жақсылап сіңу үшін қажет. Және бірінші маринадымызды алып, осы терінің астынан салып, барлық жеріне жайып, жақсылап жайып шығамыз. Енді екінші маринадымызды алып, тауықтың барлық жеріне жағып шығамыз. Бірінші бетіне және аударып, екінші бетіне барлық жеріне осылай жағып шығасыздар. Одан кейін пакетке салып, бір күнге қойып қоямыз. Маринад сіңіп, жақсы болып пісу үшін. Гарнирге менде картоп, сәбіз және жуа турап, тұздап, осылай астына салып, үстінен тауығымызды ойып пісіріп алдым. 150 градуста 1 сағат, 1,5 сағатта пісіп шығады. Сочный болып, өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.